Сәлеметсіздер ме? Мен Саттарлы Гаухар Қуанқызы. Нұр-Сұлтан қаласының политехникалық колледжінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысымын. Бүгін сіздермен Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» роман диалогы туралы сөйлеспекшімін. Роман диалог туралы әңгімені бастамас бұрын Бауыржан Момышұлы қазақ халқы үшін кім деген сұраққа жауап беріп көрейікші бірге, балалар. Кәні, Бауыржан ағамызды білмейтін қазақ жоқ. Бауыржан Момышұлы туралы сіздер кішкентайларыңыздан біліп өстіңіздер. Сонымен Бауыржан Момышұлы Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, Екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, әскери қолбасшы, стратег және тактик, қазақтың көрнекті жазушысы. Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» роман диалогының басты кейіпкері де біздің Бауыржан Момышұлы атамыз, балалар. Бауыржан Момышұлы роман диалогтың басты кейіпкері болып табылады. Енді ары қарай сабақ әлқиссасына кішкене ғана тоқталып кетейік, балалар. Бұл жерде мен сіздерге романның жазылу, шығу тарихы туралы кішкене ғана әңгімелеп бергім келіп отыр. Сонымен Абай атамыздың бір жақсы сөзі бар ғой, балалар. Сүйер ұлың болса, сен сүй, сүйінерге жарар ол, дейді. Бүкіл қазақтың сүйер ұлы болған, сүйінеріне жараған Бауыржан Момышұлы туралы кітаптың авторы Әзілхан Нұршайықов ағамыз алдарыңызда. Әзілхан Нұршайықов 1922 жылы 15 желтоқсанда Шығыс Қазақстан облысы Жарым ауданы Келінсүйегі деген жерде дүниеге келген. Ұлы Отан соғысына қатысқан жауынгер. 1980 жылы «Ақиқат пен аңыз» роман диалогы үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығын алды. Атақты «Махаббат қызық мол жылдар» романы, «Ескі дәптер», «Ботагөз», «Тоз толғау», «Невель түбінде» тағы да басқадай повестер мен әңгімелердің авторы. Жазушы «Ақиқат пен аңызды» 1970 жылдан бастап жазады. 1975 жылдың басында роман диалогты аяқтап, жазушы баспасына барып тапсырады. Жазушы естелігінен: «Менің баспаға тапсырған қолжазбамның көлемі 800 бет шамасын», деді. Жұлмаланып, жұлқыланып, соның 500 беті ғана жарық көрді. 2 жылға жуық баспада жатып, 1976 жылдың аяғына қарай жарыққа шықты, дейді. Тағы да жазушы естелігінен: «Цензурадан бастап, үлкенді кішілі тиісті мекемелерде қырақ көздер кітабымның сөз, сөйлем, бет тарауларын қайшымен қиып, жанымды қинады», дейді. Романның ертерек басылып шығуына кедергі болған себептер: Бауыржанның жеті тас айтылатын жерді дереу жою керек, ол рушылдыққа бастайды, депті. Кітапта Черников деген орыс генералы ақылсыздау етіп көрсетіліпті. Орыс генералын олай суреттеу дұрыс емес, бұл ұлтшылдық болады, деп тағы да шұқшиыпты. Мына бір сөз тіптен романның шықпай қалуына себеп бола жаздапты. Халық қамын ойламайтын кейбір басшылардың дүмі креслоға сыймайды деген сөйлем цензураға тіптен ұнамаса керек. Содан кітап 2 жылдай баспада жатып қалып, ақырында қалың оқырманның ортасына қарай жол тартады, жарыққа шығады. Оқырман қауым өте жылы, өте жақсы қабылдайды роман диалогты. Авторға қап-қап хаттар келе бастайды. Бірақ осы кітаптың негізгі кейіпкері Баукеңнен ешқандай пікір айтылмаса керек, Баукең тарапынан.
Жазушы өз естелігінде былай дейді: Баукең үндемей жатып алды. Күн өткен сайын мен қобалжи бастадым. Көңіліме секем орнай бастады дейді. Сөйтіп жүргенде бір күні кешке жақын өзі хабарласып, ертең келіншегіңді алып біздің үйге кешкі асқа келе қалғын деп шақырды дейді. Ертеңіне кешкі асқа барған кезде үйме табақ етпен бірге алдыма қойдың басын қойды дейді. Қойдың басын көргеннен мен безектеп қорқып: Бауке, бұныңыз не? Сіздей полковник отырғанда мен сияқты старшина қойдың басын мүжуші ме еді? Деп безектеп қашқалақтай бастадым дейді. Оған Бауыржан, Баукен ағам бұлай деп жауап берсе көріп: Молчать, деді Баукен менің бетіме ажырая қарап. Отныне ты мой начальник. Понятно тебе? Ұстағын басты, деп айтты дейді. Міне сол кезде ғана көңілім орныма түсті дейді жазушы. Кітабымның Баукеңе ұнағанын түсіндім дейді. Я балалар, міне өзі туралы жазылған кітаптың басылып шыққаннан кейін Баукең осылай қабылдаса керек. Келесі мына бір суретке назар аударыңыздар балалар. Алдарыңызда Бауыржан ағамыз бүкіл кескін келбетімен алдарыңызда тұр. Сонымен қатар мен сіздерді осы жерде сіздерді Бауыржан Момышұлы атамыздың көзі тірісінде жазылып алған даусын естуге шақырамын. Бейне баянға көңіл қойып қарап шықсаңыздар екен. Biz Maydan'da Gelvalardan gelir, kallar yarıp, böyle yaşadık, böyle Kınlıkın yeğenlik, yemişsin, teri top. Osman'ın bərəriz tarih altında, otan altında, adam görüşülür, namus altında, ağırlıkten, azamlıkta borçlarımızı ödülmüşledik. Söyleyip onu abrayın. Ulu yerimiz bizge atlamak düşkün yok. Ezdiğinden gelirdim kanmaydan da doğmandıran emez. Olayağın berip, ödül ol kaykan yerleri dağıdımız. Ulu otan! Tuğan elim, tuğan yerim, Ulu Otan soğusunun жалғына шаршамаған, біздің елде бірде семей. Жақсы, Бауыржан атамыздың даусының өзі бір керемет. Я балалар. Келесі кезеңде кейіпкерлер галереясына кішкене саяхаттап қайтуды ұсынамын. Бүгін мен сіздерді осы роман диалогтағы бар бір 2-3 кейіпкермен жай ғана ат үсті таныстырып кеткім келіп отыр. Сонымен бастайық. Тек үстіне ақ тонды желбегей жамылып төрде отырған, қайратты қара шашы танкіге тосқауылға қаққан айқыш-ұйқыш рельстей тікірейген, екі көзі оттай жайнаған, жағына пышақ жанғандай, ұзын бойлы арық қара командир ғана орнынан тұрмады дейді. Қалай ойлайсыздар балалар, бұл кім? Сіздерге көмекке? Иә, бұл Бауыржан атамыздың өзі еді. Бауыржан Момышұлын Батя деп айтатын жауынгер бар бұл жерде балалар. Жалпы осындай соғыс кезінде өзінің командирін Батя деп атау ол заманда үлкен құрметті, қадірді көрсетеді. Әкелік қамқорлығымен, парасаттылығымен, жылы көңілімен, солдаттарынан көңілінен шыққан Бауыржан Момышұлын бүкіл жауынгерлері Батя деп атаса керек. Мына бір кейіпкер бұл
Александр Бек деген жазушы. Ол кісі туралы да сөз болады. Волоколам тас жолы деген атақты шығарманы жазған Александр Бек деген кісі де бар ол жерде. Ауырып жатқан Бауыржан Момышұлының көңілін сұрау үшін аурухананың тақтайын сындырып кірген партизан туралы да сөз болады. Иә, дұрыс айтасыздар, ол біздің қазақтың батыры, партизан ұлы Қасым Қайсенов. Талғат Бигелдинов ағамыз туралы да романда айтылып кетеді, балалар. Жақсы, енді сіздерге келесі жұмыс істейтін жұмыс түрімен таныстырып кеткім келіп отыр. Романның ішінде Бауыржан Момышұлының мінезінің ақиқатына көз жеткізесіздер, балалар. Сол туралы кішкене ғана тағы да 1-2 бет сіздерге айтып кетейін. Сонымен романда мына бір диалогқа көңіл аударсаңыздар екен. Бұл Бауыржан ағамыздың өзінің сөзі. Бұл кісі былай дейді: білмесең тыңда. Ауруханаға түсе қалсаңыз, әркімдер келіп, Бауке қалайсыз, өң, деп, осы арада ол мойнын ішіне алып, әлдекімше бұқиып, әлдекімдердің даусын салды. Өтірік есіркегенсіп, мүләймси қалады. Солардың мен өліп кетсем, қуанбаса, күйінбейтінін біліп тұрамын. Сөйте тұра олардың өтірік өң дегендерін жаным жек көреді, дейді. Иә, дұрыс айтасыздар, балалар. Бұл жерде Бауыржан ағамыздың шындықты айтатыны, жасырмай бетке айтатындық мінезі көрінеді, иә, балалар. Жақсы. Келесі мына бір диалогқа назар аударсаңыздар екен. Бауыржан Момышұлы соғыс кезінде тура омыртқасына оқ тиіп қатты жараланады. Солдат Блаха арқасына салып медсанчасқа жеткізеді. Есімді жисам, дейді, қасымда баж-бұж етіп жас дәрігер тұр екен, дейді. Содан тістеніп әрең дегенде қолымды жеткізіп арқамды сипасам, расында да оқ бар екен. Скальпелің бар ма? Дедім дәрігерге. Жоқ. Өткір бәкің бар ма? Жоқ. Ұстараның жүзі бар ма? Бар. Ендеше соны спиртпен шайда, оқтырған жердің етін кес. Олай етуге болмайды, жолдас капитан. Болады. Бұйырамын. Орындамасаң атамын. Деп етпеттеп жатқан күйімде оң жақ жамбасында кабураның аузын ағыта бастадым, дейді. Содан сол жерде дәрігер ұстараның жүзімен арқасындағы оқты алып, таңып байлап береді. Ал Бауыржан ағамыз ары қарай шайқасқа қайтадан кіруге асыға жүгіріп кетіп қалады. Ал бұл жерде, балалар, Баукең мінезінің ең бір керемет жан қиярлығы, өз ісіне деген артында қалған солдаттарына ойлағаны, шайқастың жеңісті ойлағандығы көрінеді, балалар. Жақсы. Ары қарай. Мен соғыс кезінде Красная Звезда газетіне былай жазғамын, дейді. Өз халқын құрметтеп сүймеген адам опасыз, оңбаған адам дегенмін. Сол сөзімді әлі де қайталаймын, дейді. Бұл жерде енді артық сөзінде қажет емес шығар, балалар. Бауыржан ағамыздың қандай мінезінің көрініп тұрғандығын бәріміз де біліп отырмыз. Москва түбінде оның батальоны полктан хабар-ошарсыз күйде бірнеше күн қоршауда қалып, қалың жаумен қиян-кескі ұрыс жүргізген. 2 тәулікке созылған қырғын соғыста гвардияшылар 400-ден астам фашистердің көзін жойып, олардың Волоколам тас жолы арқылы жасаған шабуылын тырп еткізбей бөгеп тастаған. Содан кейін орман ішінде маневр жасай отырып, өздерін қоршаған жау шеңберін тас-талқан етіп бұзып шығып, полкке келіп қосылған болады. Бұл осы роман диалогтан тағы да бір үзінді. Ал енді бұл жерден барлығымыз дұрыс айтасыздар, барлығымыз біліп отырғандай, Баукен ағаның стратег әрі
тактигі екендігі дәлелденеді. Алдарыңыздағы суретте Бауыржан ағамыз 1944 жылы қатты жараланып, Алматы қаласына келіп, 6 айдай больницада, ауруханада жатып емделіп. Сол кезде емделіп болғаннан кейін қайтадан қан майданға аттанайын деп дайындалып жүрген кезінде көп кездесулерге барады. Жазушылармен, әртүрлі оқырмандармен, оқушылармен кездесуге барып жүрген кезінен мынау алдарыңыздағы сурет, қасында отырған бәріміз таныған шығармыз, Мұхтар Әуезов атамыз. Сөйтіп жүргенде бұл кісі Бауыржанды Сәбит Мұханов бір күні 100 жасаған алып бәйтерек Жамбыл Жабаев атамызға ертіп апарады. Жамбыл Жабаев атамыз сонда Бауыржан Момышұлы атамызға қарап отырып, сен өзі Өтеген мен Сұраншыдан да асқан батырсың ба деп сұрақ қояды. Сонда Бауыржан атамыз былай деп жауап берген екен: Өтеген қаптап келе жатқан өрт сияқты да, Сұраншы сарқырап аққан су сияқты батыр болатын. Дүниеде от пен судан күшті жоқ. Мен ол екеуінің ешқайсысына да пар келе алмаймын. Мен оттың ұшқыны, судың тамшысы ғанамын, Жәке, дедім, дейді Баукең. Бұл жерде Бауыржан атамыздың қарапайымдылығы көрінеді. Сонау Қызыл әскерден взвод командирі, рота командирі болып бастап, дивизия командирі ona дейін көтерілген, аңызға айналған батыр жазушы, ординарлық әскери профессор болған Бауыржан Момышұлы атамыздың бүкіл өмір жолы осы Ақиқат пен аңыз роман диалогында сөз болады, бағалар. Бауыржан атамыз өзі былай деп айтқан екен: мен өлілердің ішінде кетпеймін, тірілердің бірі боламын деген екен. Бұдан артық сөздің қажеті. Рахмет. Үйге тапсырмам: Әзілхан Нұршайықовтың Ақиқат пен аңыз роман диалогын оқу. Көңіл қойып тыңдап көргендеріңізге рахметімді айтамын.